Бұл роботтың басты мақсаты сіздің артыңыздан еріп жүру. Ол Бенни деп аталады. Оны Mondo Robotics компаниясы жасаған. Бенни екі доңғалақты камера робот. Ол сіз қайда барсаңыз да артыңыздан еріп, сағатына шамамен 18 миль жылдамдықпен қозғалып, бүкіл процесті 4К ажыратымдылығында түсіреді. Кіріктірілген камералар мен қозғалыс сенсорларының көмегімен Бенни қозғалып бара жатқан адамды бақылай алады. Ол сізді арт жағынан, қырынан немесе айнала қозғалып түсіре алады. Арнайы жасалған аспа жүйесінің арқасында биіктігі 10 дюймге дейінгі кедергілерден өте алады. Сонымен қатар оған ауыстырылатын екі түрлі доңғалақ жиынтығы беріледі. Бірі тегіс жабық ғимарат едендеріне арналса, екіншісі кедір-бұдыр сыртқы жерлерде жүруге арналған. Бірақ ең қызықтысы, түсірілім аяқталғаннан кейін Бенни өзі автоматты түрде ең қызықты сәттерден қысқаша бейнеролик жасап береді. Роботтың жалпы салмағы 4 фунттан аз. Ауыстырылатын батареясы шамамен 90 минут жұмыс істейді, ал ішкі жады 32 гигабайт бейнематериал сақтай алады. Айтпақшы, мұндай идея мүлде жаңа емес. Адамның соңынан автоматты түрде еріп жүретін дрондар бірнеше жылдан бері бар. Бірақ олардың батареясының қызмет ету уақыты қысқа, ұшуға тыйым салынған аймақтар бар және әуе кеңістігіне қатысты көптеген талаптарды сақтау қажет. Ал Бенни камераны әуеге көтермей, жермен қозғалады. Оның негізгі идеясы, кейбір жерлерге дрон бара алмаса да, доңғалақпен еш қиындықсыз жетуге болады. Жақын арада Бенни жобасы Kickstarter платформасында іске қосылады. Бұл адамның соңынан еретін камера үшін доңғалақтың әуеде ұшамайтын дроннан тиімдірек екенін көрсететін алғашқы ірі сынақтардың бірі болуы мүмкін. Жасанды интеллект пен робототехника саласындағы соңғы жаңалықтарды жіберіп алмаңыз келсе, жазылып қойыңыз.